Сәлем достар, параграф 48 есептердің барлығын шығаратын боламыз. Бірінші 832-ден бастасақ, егер санның 1% 5-ке тең болса, 2% және 6% неге тең? Бірінші 1% 5-ке тең болғандықтан біз 2% нешеге тең болғанын тауып аламыз. Сонда 2-ні 5-ке көбейтеміз 10, 2% 10-ға тең. Ал 6%-ны табу үшін біз осы 5-ті көбейтеміз 6-ға. Тең 30. Демек 6% 30-ға тең. 833 есепте 100 санның 2% неге тең? Білесіңдер, 100 санның пайызын табу үшін 100-ге бөлеміз. Ол бізде 1 бізде 1%-ға тең. Ал 2%-ны табу үшін осы 1-ді көбейтеміз 2-ге. Сонда 2% 2-ге тең болды. 834 есепте 5% 25-ке тең санды табыңдар. Бізде пайызы бойынша санды табу үшін санды пайызына бөлеміз, оны 100-ге көбейтеміз. Сонда 500 бізде 100%-ға тең. 835 есепте пайызын табуымыз керек санның. Енді 400-дің 3%-ын табуымыз керек. Ол үшін 400-ді 100-ге бөліп, шыққан санды 3-ке көбейтеміз. Сонда 4-ті 3-ке көбейтеміз. 12. Бізде 12 3%-ға тең. Екінші 250-дің 9%-ын табамыз. Ол үшін 250-ді 100-ге бөлеміз. 2,5 шығады. 2,5-ті көбейтеміз 9-ға. Сонда 22,5 шығады. Үшінші есепте 180-ның 25%-ын табуымыз керек. 180-ді 100-ге бөлгенде 1,8 шығады. 1,8-ді көбейтеміз 25-ке. Көбейткенде бізде 45 шығады. Төртінші есепте 70-дің 50%-ын табуымыз керек. 0,7 деп аламыз. 0,7-ні 50-ге көбейтеміз, немесе 7-ні 5-ке көбейтеміз деген сөз. Сонда 35, 50% 35-ке тең. Пайыздарын жандарына жазып қояйық, түсінікті болу үшін. Ары қарай бізде 836 есеп 6 килограммның 8%-ын табамыз. Санның пайызын табу болып табылады. 6-ны сонда 100-ге бөлеміз. 0,100-ден 6 деп аламыз. Оны көбейтеміз 8-ге, 0,100-ден 48 болады. Сонда 0,100-ден 48 дегеніміз 8% болып есептеледі 6-ның. Енді 16 килограмның 40%-ын табамыз. Бұның 1%-ы 0,100-ден 16-ға тең болды. Оны апарып енді 40-қа көбейтеміз. Жауабы 6,4 болады. 16-ның 40%-ы 6,4-ке тең екен. Үшінші есепте бізде 75 литрдің 300%-ын табуымыз керек. Нөл бүтін 75 деп аламыз. Оны көбейтеміз 300-ге. 75-ті 3-ке де көбейтуге болады. Сонда бізде 225 литр болады. Төртінші есепте 0,125 секундтың 0,8%-ын табуымыз керек. Бөлгенде бізде ондық бөлшекті сол жаққа жылжытамыз. Сонда 0,1025. Осыны апарып көбейтеміз 0,8-ге. 25 8-ге өткенде 200, демек бізде 0,2 шығады. Енді 5-ші есепте 900 тоннаның 1,125%-ын табуымыз керек. Ол үшін 1% 9-ға тең, ал 9-ды көбейткенде 11,125 тонна шығады екен. 6-ші есепте 75 куб сантиметрдің 33,3-тен 1%-ын табамыз. 0,175-ке тең 1%. Енді көріп тұрғандарыңыздай көбейтетініміз біреуі ондық бөлшек, біреуі аралас сан. Екеуінде бұрыс бөлшекке келтіріп аламыз. Біреуі жай бөлшекке келеді, біреуі бұрыс бөлшекке. Енді қысқартамыз.
75'ti 3'ке bölsек 25, sonda 1'den 25 болады, тең bizde 25 куб сантиметр болады екен. Жандарына пайыздарын жазып қояйық. Сегіз жүз 37-ші есепті бастайық. 11% 11-ге тең санды табуымыз керек. Ол үшін санды пайызына бөлеміз. 11-ді 11-ге бөлсек 1, бұл 1%. 1-ді алып 100-ге көбейтеміз. Сонда 100% шығады. Тең 100. Сонда 100 деген сан бізде 100%-ға тең болып тұр. Екінші, бізде 25% 90 граммға тең. 90-ды 25-ке бөлеміз. 3,6, бұл бізде 1%. 3,6-ны апарып, енді 100-ге көбейтеміз. 360 грамм болады сонда. Үшіншісі, 20-ңды 75%-ға бөлеміз. Бөлгенде бізде 75-тен 20 деп аламыз, қысқартамыз. 1% 15-тен 4 болды, оны апарып енді 100-ге көбейтеміз. 100 бен 15-ті қысқартамыз, сонда 3-тен 80 болады. 80-нің ішінде 3 26 бүтін болады. Бөлшегі 3-тен 2. 26 бүтін 3-тен 2 жай бөлшегі шығады. Ары қарай бізде 4-ші 39-ды бөлеміз 13-ке. Тең 3 болады, бұл 1%. Сонда 100% бізде 300-ге тең екен. 838 В деңгейі бізде салыстыру 40-тың 60% мен 60-тың 40%-ын тауып салыстырамыз. 40-тың 60%-ын табу үшін 40-ты 100-ге бөлеміз. 0,4 шығады. 0,4-ті енді 60-ға көбейтеміз. Сонда 4 жерде 6-ның 24-ті береді. Енді 60-тың 40%-ын дәл солай табамыз. 100-ге бөлсек 0,6. 0,6-ны көбейтеміз 40-қа. 6 жерде 4-дің 24-ті береді. Сонда екеуінде де бізде 24 шықты. Екі жақты салыстырғанда тең болады. Енді екіншісі 70-тің 80% немесе 80-нің 60% үлкен болатынын анықтаңдар дейді. 70-ті 100-ге бөлеміз. 0,7-ні 80-ге көбейтсек 56 болады. 80-нің 60%-ын табу үшін 80-ді 60-ға бөлеміз. 80-ді 100-ге бөлеміз. 0,8, оны көбейтеміз 60-ға. 8 жерде 6-ның 48-ді береді. Бізде 56 48-ден үлкен, сондықтан сол жағы үлкен болады. 70-тің 80% үлкен болады. 839-ші есеп. Дәл солай 80-нің 20% мен 150-дің 30%-ын салыстырамыз. 80-ді 100-ге бөлеміз. 0,8 шығады. 0,8-ді көбейтеміз 20-ға. Тең 16. 150-дің бөлеміз 100-ге 1,5 болады. 1,5-ті 30-ға көбейтсек 45-ті алып шығамыз. Бізде 45 16-дан үлкен, сондықтан сол жағы үлкен болады. 150-дің 30% бізде үлкен болады. 839-ші есептің екіншісі бізде
240 санының 75%-ын табу керек, және 760 санының 25%-ын табуымыз керек. 240-ты біз 100-ге бөлеміз. 2,4 шығады. 2,4-ті 75-ке көбейтеміз. 75-ке көбейткенде 180-ді алып шығамыз. Ал енді 760-ты 100-ге бөлеміз. 7,6. 7,6-ны көбейтеміз 25-ке. Көбейткенде 190 шығады. Бізде 180-ден 190 үлкен, сондықтан 760-ның 25% үлкен болады. 840 есепте 1000 санының 175%-ын, 1080 санының 60%-ын тауып екеуін салыстырамыз. 1000-ның 1%-ын тапқанда 10 болды. Енді осы 10-ды көбейтеміз 175-ке. Сонда 1750 болып шықты. Енді 1080-ді 100-ге бөлейік. Бөлгенде 10,8 бұл 1%. Енді 10,8-ді көбейтеміз 60-ға. 648 саны шығады екен. Енді екеуін салыстырамыз. Мыңның 175% үлкен бе, әлде 1080-ның 60% үлкен бе? Бізде 1750 648-ден үлкен. Демек, сол жағы үлкен болады. Біз енді пайызы бойынша санды табу екен. Пайыз бойынша санды табу үшін санды осы пайызға бөлеміз. 210-ды 175-ке бөлеміз. 1,2 1%, алып оны көбейтеміз 100-ге. Сонда 120 саны шықты. Екіншісінде 525-ті 250-ге бөлеміз. Бөлгенде 2,1 1% болады. Осыны 100-ге көбейтеміз. Жауабы сонда 210. Бізде 210 120-дан үлкен, сондықтан 250% 525-ке тең, оң жағы үлкен болады. есеп С деңгейі 40% А сантиметрге тең шаманы табуымыз керек. Ол үшін санды пайызға бөлеміз. 40-тан А болады. Оны көбейтеміз 100-ге. 100 бізде алымына көбейтіледі. Сонда 40-тан 100 А болады. Бізде 100-ді 40-қа бөліп жіберуге болады. 2,5 А болады сонда. Өлшем бірлігі квадрат сантиметр. Екіншісінде Б-ны 90%-ға бөлеміз. 90-нан Б деп аламыз. 90-нан Б-ны көбейтеміз 100-ге. Бізде 100-ді 90-ға бөле алмаймыз. Шексіз кете береді, сондықтан қысқартып жазамыз. 9-дан 10 аралас санға келтіреміз. 1,9-дан 1 В болады. Өлшем бірлігі сағат. Ары қарай үшіншісінде бізде 170-тен С деп аламыз. Оны көбейтеміз 100-ге. Екеуінде 10-ға қысқартып жібереміз. Жауабы сонда 17-ден 10 С квадрат сантиметр болады.
Төртіншісі d-ны бөлеміз 260-ға. 260-тан d деп аламыз, оны көбейтеміз 100-ге. Екі жүз алпыс пен 100 бізде 20-ға қысқартылады. 100-ді қысқартсақ 5, 260 қысқартсақ 13. Сонда 13-тен 5 d өлшем бірлік сағат болады. 842-ші есепте бірінші сан екінші саннан 10-ға артық. Демек, бізде екінші сан белгісіз x деп аламыз. Бірінші сан артық болса 10-ға, онда x қосылған 10 деп аламыз. Егер осы сандардың қосындысының мәні 10,15-ке тең болса, екеуін қосамыз, оны 10,15-ке теңестіреміз. X-ға x қосақ 2x, 10,15-ті азайтамыз 10-нан. Сонда 2x тең 0,15 болады. X-ті табу үшін 0,15-ті 2-ге бөлеміз. X тең 0,125-ке тең болады. Енді x-тардың орнына қояйық. Бізде бірінші сан x-тің орнына 0,125-ті қойсақ, оны қосамыз 10-ға. Сонда бірінші санымыз 10,125-ке тең. Екіншісінде x қана тұр, демек 0,125-тің өзіне тең. 843-ші есепте бір тауардың бағасы 800 теңге, екінші тауардың бағасы 1100 теңге. Сонда бірінші тауар 800 деп алайық, екінші тауарды 1100 теңге деп алайық. Тауардың екі түрінен де 13 данадан алса, онда екеуінде 13-ке көбейтеміз. 800-ді 13-ке көбейтсек 10.400 болады. Екінші тауардық 1100, оны көбейтеміз 13-ке. 14.300 болады. Сатып алынған тауардың жалпы құнын есептеңдер дейді. Онда екеуін қосамыз шыққан мәндерін. 10.400 қосылған 14.300-ге. Сонда 24.700 теңге болады екен. Достар, видео ұнаса лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.